Баршаңызға қайырлы күн, құрметтілерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен бүгін сіздерге кестеленіп әдемі өрнектелген қимақтарды дайындап көрсететін боламын. Бір дайындағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін қарап, подписка бөліміне басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий басып қалдырып отырыңыздар, достар. Мен осындай әдемі кестеленіп өрнектелетін қимақтарды рецебін көрсететін боламын. Және дастарханға ұсынар кезде ішіне қандай салмасын салатын және осындай әдемі орау бағытын көрсететін боламын. Видеоны мұқият қарап шығыңыздар. Әдемілеп кестеленіп өрнектелген қимақтарымыз дайындайық, яғни ажурный блинчики деп аталады. Орысша айтқанда, жұмыртқаға секеріміз салып, араластырып аламыз жақсылап. Одан кейін 4 ас қасық сұйық майымыз құямыз және 1 стакан сүт құямыз. Жарты қасық тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 және жарты қасық қопсытқыш саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды бірден салып, жақсылап араластырамыз. Ұн салғаннан кейін осындай қоп қою болып қалады. Жақсылап ұнның бәрін араластырып аламыз. Содан кейін қайнап тұрған ыссы суды бірден құйып, тез-тез араластырып, қою қамырымызды іртігін қалдырмай, барлығын сұйық қамырға айналғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай сұйық болу керек. Енді тавамызды қыздырып, майлап аламыз да қимақтарымызды пісіреміз. Қимағымызды таваға құймастан бұрын жақсылап араластырып алған жөн. Бір шетінен құйып, және табаңызды айналдырсаңыз болғаны қимақтарыңыз әдемі құйылып, әдемі кестеленіп өрнектеле түседі. Одан кейін жан-жағын қоңырайған кезде осылай лопатканың көмегімен жан-жағын көтеріп ашып аламыз. Одан кейін осылай лопатканың көмегімен аударған маған өте ыңғайлы болды. Сол себепті мен лопатканы пайдаландым. Осылай кезек-кезек пісіріп аласыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше рет көрсеткен болатынмын. Асықпай қарап шығыңыздар. Міне қимақтарымыз дайын болды. Мен дайындаған рецепт бойынша 24 дана қимақ құйылды. Бірінен бірі әдемі кестеленіп өрнектелген қимақтарымызды енді дастарханға ұсынар кезде ішіне салмасын дайындап, әдемі ұсынуды көрсететін боламын. Бұл жерде қимаққа фарш салып, және оны көк шөппен әдемілеп түйіп жатырмын. Қимақтың ішіндегі паршымыз піскен парыш. Оны пісіріп аламыз. Тавамызға кішкене май құйып, парышты жақсылап қуырып, үстіне жуа салып, дәмді болу үшін тұз бұрышын салып, жақсылап пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай фаршты қимақтың ортасынан салып, оны жоғары қарай бүріп, көтеріп,
жинақтап аламыз қолымызбен, одан кейін аскөкпен осылай орап шығамыз. Орау үшін тек қана аскөк емес, көк жуа және чечел ірімшігімен орасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Видеоны мұқият қарап шығыңыздар. Түйгеннен кейін жоғары қарай көтеріп байлағаннан кейін қимағымыз өте әдемі және өте дәмді болып келеді. Екінші салмасына мен сүзбе пайдаландым. Осындай дайын сүзбені алып, секерімізді, кішкене сүтімізді қосып, қоймалжың қылып дайындап аламыз. Сүзбемізді де ортасына салып, екі шетін бірден жауып, орайтын боламыз. Үшінші салмасына мен сгущенка пайдаландым, яғни қоюлатылған сүтті пайдаландым. Осылай тегістеп жағып алып, бірінің үстіне бірін орналастырып гармошка жасаймыз және бір шетінен бастап ораймыз. Сол кезде роза гүлінің бейнесі шығады. Осылай орап шығасыздар. Төртінші орау әдісінде де осылай сгущенкамызды, қоюлатылған сүтімізді тегістеп жағып алып, осылай орадым да ортасынан пышақпен кесіп шықтым. Қиғаштап кесіп алғаннан кейін роза гүлімнің жан-жағына жапырақтары секілді орналастырып қоюды жөн көрдім. Сіздер көздеріңіздің фантазияңызбен орасаңыздар болады. Қалай орасаңыздар да, қалай ұсынсаңыздар да өте дәмді болып келеді. Және мен дәмдірек болу үшін творог қосылған, яғни сүзбе қосылған қимағымызға осылай үстінен йогурт құйып шықтым. Бұрын дайындаған кезде қимақтарыңыз дұрыс шықпай жүрген болатын болса, менің рецебіммен дайындап көруге кеңес беремін достар. Бір дайындағаны сәтті шығады және өте дәмді болып келеді. Және ішіне дәмділеп салмаларын салып, осылай әдемілеп, орап ұсынсаңыздар, сіздердің дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады және келген қонақтарыңыз сүйсініп жейтін болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, достар, лайк басып, подписка бөлім басып, тіркеліп, комментарий қалдыра отырыңыздар, өз ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Менің рецебіммен дайындаған болсаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз, құрметтілерім. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ас болсын. You